Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары. Видеоны басамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Қорқытқым келмейді. Алимхан ұлы мексикалық нокаутшыға қатысты мәлімдеме жасады. Жәнібек Алимхан ұлы мексикалық Хайме Мунье жекпе-жекке келісетініне күмәнданып отыр деп хабарлайды. Алимхан ұлы 32 нокауты бар. Жеңілмеген мексикалықпен айқасады. Шынына айтқанда, Мунье менімен жұдырықтасатынына сенбеймін. Оның бұған дейін мүмкіндігі болды. Алайда ол жекпе-жекке келсе, бұл мені және жанкүйерлерім үшін жақсы айқас болады. Ал ол үшін бұл жекпе-жекке оны қорқытып қойғым келмейді, деп жазыпты Алимхан ұлы твиттер желісінде. Озын ақтаума. Канело Биволмен айқас алдынан ауыр жарақат алғанын айтты. Екінші орта салмақта әлемнің абсолют чемпионы Саул Канело Альварес жартылай ауыр дивизионда WBI титулына ие. Ресейлік Дмитрий Биволмен жекпе-жек алдында билік жарақатын қиналғанын айтты. Калеб Планетпен айқас өткен былтырғы қарашыдан бері жайсыздық болды. Жекпе-жек алдында мән бермедім. Ойым ештеңе етпес, кен емдетіп аламыз дедім. Бірақ жағдай ушуға берді. Маған операция қажет еді. Айқас кезінде осыған байланысты өзімді өте нашар сезіндім. Бұл сынық емес. Бірақ пилекте ауыр жарақат бар деп берді Альварестің сөзін. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.